сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай керемет мохито жасаймыз. 4 түрлі мохито жасаймыз. Ол үшін бізге осындай лимон, апельсин, мята, виноград, слива, өрік және персик қажет болады. Әрине қант қажет болады. Барлық жеміс-жидектерді жуып аламыз. Мятаны жақсылап тұрып жуып аламыз. Апельсин сыртқы қабығымен ашып тастадым, өйткені ашты дәм беру мүмкін деп. Осылай көз мөлшермен бәрін жасадым. 3 литрлік банка, стерилизованный банкаларға бірінші классический жасадым. Апельсин, лимон, мята салдым. Оның үстінен әрқайсысына 200 грамм қанттан салдым. 200 грамм қант салғаннан соң 2 банканы бір жақ шетіне алып қойдым. Екінші түрін жасадым виноградтан. Бұнда мен виноград, лимон және де мята салдым. Үшіншісін түсірілмей қалыпты. Слива мен лимон, мята салдым. Төртіншісіне абрикос пен персикті қосып салдым. Мятамен бірге лимон қостым. Осы барлығына 200 грамм қанттан салдым. Осы жақсылап тұрып закатывать етеміз, жабамыз банкаларымызды. Одан соң жабылды ма, жабылған жоқ па, бір тексеру қажет. Қыста балаларыңызға жақсы витаминге толы осындай керемет сок болып шығады. Жасап көріңіздер. Осылай айналдырып аласыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер.